Ұлттық пошта операторы отандық және шетелдік компаниялармен серіктестікті нығайтып жатыр. Бүгін Қазпошта Samsung Electronics компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Компаниялар бірлескен цифрландыру жобаларын жүзеге асыруға ниетті. Толығырақ тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалында. Меморандум аясында Қазпошта серіктесінен сұрыптау орталықтарында пайдалану үшін мобильді құрылғыларды сатып алуды жоспарлап отыр. Онда Қазпоштаның ақпараттық жүйелермен біріктірілген бағдарламалар орнатылады. Құрылғылар пошта жөнелтілімдерін түсіру және тиеу барысында штрих-кодтарды сканерлеуге арналған. Цифрлық өнімдер өндірістік процесстерді жеделдету және пошталық жөнелтілімдерді өңдеу кезінде пайда болатын қателерді жою үшін енгізілуде. Усилия Қазпошты сфокусированы на Қазпошта компанияның тиімділігін арттыруға, технологиялық бизнес процесстерді жақсартуға және қызмет көрсету сапасын жетілдіруге басымдық береді. Осы мақсатта біз өзіміздің IT бағдарламамызды қолдана отырып, технологиялық процесстерді оңтайландырдық және автоматтандырдық. Қазпоштаның жаңа бастамаларының негізгі мақсаты пошта мен логистикалық қызметтердің сапасын арттыру. Биыл компания пошта жөнелтілімдерінің зақымдалуын азайту үшін контейнерлік тасымалдауды және жүктерді палетизациялауды енгізді. Қазіргі кезде жаңадан бізге палетизация, контейнеризация деген қызметтер қосылды. Поштаға да өте тиімді, тиеген кезде де, түсірген кезде де ыңғайлы. Пошта жөнелтімдерінің өңдеу сапасын арттыру үшін және де уақытты үнемдеу үшін жасалынып жатыр. Қазпошта даму стратегиясына сәйкес қызметтерді жетілдіруге бағытталған шараларды жүзеге асыруда. Мәселен, логистика саласында өз ресурстарын белсенді түрде кеңейтіп, жаңа көлік дәліздерін дамытуда және өндірістік процесстерді оңтайландыруда. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы.